бір кісі кешқұрын құптан намазын оқуға шығуға дайындық көріпті. Сыртта жаңбыр жауып жатыр екен. Ол кісі жаңбырға қарамай жолға шығыпты. Азырақ жүргеннен соң жаңбырға тайып, жығылып түсіпті. Барлық жері мешітке бара алмайтын дәрежеде лай болыпты. Үйіне асығып барып, киімдерін алмастырып, және мешітке қарай жол алыпты. Жамағатқа үлгеруім керек деп, және асыққан екен, ол тағы да жығылып түсіпті. Альхамдулилля деп, киімдерін алмастырып, және үйінен шықса, есік алдында шам ұстап бір кісі тұрған екен. «Кәне ағайын, абайлаң, мына жерден жүрің. Мына жерде тас бар екен, мына жақтан жүрің» деп мешітке шейін жол көрсетіп апарыпты. Содан соң ол арқасына бұрылыпты. Ол кісі қайран қалып, «Ей ағайын, мешітке кірмейсіз ба?» деп сұрапты. «Жоқ, кірмеймін» деп жауап беріпті. «Неге?» «Өйткені мен шайтанмын» депті. «Момын адам, онда маған неге жәрдем бердің, шайтан болсаң?» депті. Шайтан жауап беріпті. «Менің саған жәрдем беру ниетім жоқ еді. Үйіңнен сен жаңбыр жауына қарамай шыққан кезіңде Құдай сенің барлық күнәларыңды кешіріп жіберді. Мен сені жығыттым, бірақ сен оған да қарамай үйіңе кіріп киіміңді алмастырып және мешітке қарай шықтың. Сол кезде сенің жанұяңның Алла барлық күнәларын кешірді. Екінші рет шыққаныңда мен сені асықтырдым, ал сен тағы жығылдың. Сен және жығылдың, бірақ сен және үйге кіріп киіміңді алмастырып шыққан кезіңде Құдай осы қаланың барлық тұрғындарының күнәсін кешірді. Үшінші рет мен сені жығытсам, сен үйіңе кіріп және киіміңді алмастырып шықсаң, Алла жер бетіндегі барлық адамдардың күнәсін кешіріп жіберуінен қорықтым» деген екен шайтан. Құрметті көрермендер, егер сіздерге видеоролигіміз ұнаған болса, лайк түймесін басып қоюды ұмытпаңыз.